Мен Төреқұлов Ержан Айтуганович 1983 жылы туылғам. Келес ауданы, қазіргі Түркістан облысы. Мұғалім, шешем мұғалім болған, әкем завклуб болған. Сондай кезінде, СССР-дің кезінде қажетті чиновниктардың отбасында туылғам. Шенділер. Кезінде мен СССР-де партийный дейді ғой, сол партийный болған. Сондай семьяда туылып өскенбіз, сондықтан политика жағынан да, басқа жағынан да көзіміз ашық болып өстік. Қалай СССР-дің құлағаны, қалай оның талан-тараж Қазақстан болғаны, барлығы бізге аян, өйткені үйде политический обзор болатын постоянно. 1983 жылы қалай құлаған Қазақстан, содан бастап біз есімізді білетінбіз. Біріншіден, мына жерде сот мырза бір сұрақ қояйын деген, бұл жаңағы өзім семьяның туралы айтқан қысқаша мәлімет. Мынау айыптаушы сізге өзім бұл выяснение ме, орысшалап айтқан кезде, сұрақ емес, выяснение. Бірінші, мына жерде бізде потерпевший сторона кім? Бір сұрақ. Екінші, жаңағы выяснение. Мотив, мақсаты дейді ғой. Мен әлі түсінбей жүрмін, не істедім, және не істемекші болдым, және кім потерпеть етті біздің осы айтқан сөздерімізден, и потерпеть етуі мүмкін еді, егерде біз попытка деп тұр ғой, егер біз соны попытканы до конца жеткізсек. Сол выяснение. Айтпайды ма? Сол нәрсені мен әлі ұқпай жүрмін. Ұқпай жүрмін. Енді тағылған айып бойынша мен жауап берем. Конечно, жауап берем, сот мырза. Онда тұрған не бар? Тағылған айыпты. Так, мына жерде мен танитын Бағдагүл, менің подругам, былай алған кезде. Екеуміз әлі былай некеде тұрмаған соң, азаматтық некеде болып деп есептейік. Бір жылдай бірге тұрдық. Және Тұңғатарова өте танысы, сол Бағдагүлдің подружкасы, былай айтсаңыз ортада смиритель, былай адвокат. Екеуміздің ортамызда айжайын жанжал болған кезде үйіне шай беріп, адвокат ретінде. Ал қалған жігіттерді мен мүлдем, мысалы үшін Ақылжанды ұсталған күні екінші рет көрдім. Ақылжан Қисынбаев, Ақылжан. Мен оны екінші рет көріп тұрмын, хотя біз бір институтта оқығанбыз. Бір нені оқығанбыз, ол жігітті мен білмегеннен осында келіп, енді танып келатырмын, танысып. Кім ол, не ол, қайдан ол, ағасы кім деген сияқты. Ол жас туралы білетін болсақ, ол жасты мен эпизодтардағы ғана кездескен жерлеріміз бар. Эпизодтар бәрін көрдіңіздер. Қалған уақытта біз жол жөнекей даже көрсек те, может быть, жай қалай деп өтіп кететін шығармыз. Танымаймыз ше, бір-біріміз дұрыс. Өйткені біздің ортамызда конспирактивный болады. Сенімді, былай айтқан кезде, сенімді адам болып тұрған бұларға. Мен танымаймын, менің танысымның танысы ретінде Тұңғатарова тұр. Даже Бағдагүлді не алмайтын, таныс болып қатты не алмайтын. И Нұрлан соответственно. Тәтем Сара, Сағынкүл тәтем. Әлі Сара Конорда жүрміз. Ол тәтемді мен осы ұсталған кезде үшінші рет көрдім. Ол кісінің немен айналысады, қалай айналысады. Шет жағасын естігеміз, криптовалюта бірдеңе. Мен ондай нәрсені түсінбейді екен. И мен соны түсінуім керек болды, түсінгім келді. Қоңыр тәтем енді түсініп келатырмыз қазір. Өзіңізбен. Мына кісілерді мен осы сотқа келгелі бері, міне қазір сіз қалай танысып жатсыз, примерно. Мен қазір солай ол кісілермен танысып жатырмын. Ол жастың әкесіменен алдынырақ таныс болғам, 3 жыл алдын. 2-3 жыл алдын, мен точно есімде жоқ. Өйткені Асқат Жексебай дейді, барлығын қамап қойып, ДБ-ның алдында бірге жиналып тұрған кезде, сол кезде танысқанбыз әйтеуір. Бірақ қатты былай білмейді екенмін. Қандай кісі, не, қандай, ол кісінің қанша баласы бар, мүлдем ондай нәрсемен қызықпаппыз, сөйлеспеппіз. Ал мына жақта Айдосты да, бұғыты да Қытайдың туы ілініп, Қазақстанның жаңағы жеріне
какой-то бір цемент завод па, бір немене, никель завод па, никель қазатын орын ба қазып, Қазақстан жерін былғап жатыр деп естіген соң бірге неге барғанбыз, Талдықорғанға, акиматқа барғанбыз. Содан бастап кішкене танимын, одан кейін келіп кетіп жүріп, қаңтар оқиғасы кезінде ту арқалап жүрген жігіттердің бірі ретінде мен танитынмын. Бірге өткен бір қанды оқиғада біз бірге бір қатыстық, ол жартысында бәрін до конца болған жоқ, соңғы 2 күнде ол кетіп қалды. Ол өздері кетіп қалды, өйткені ат дедім, мен түсінген жоқпын, өйткені ол кетіп қалды. Мен ол до конца қалмауға менде мүмкіншілік болған жоқ, баратын жерім болған жоқ. Сол үшін ғана танимын, солай танимын. Келесі бір сұрақ. Мысалы, сіз Қазақия туралы программа туралы не айта аласыз? Айту бойынша сіздер программаны талқылау үшін жиналған болатынбыз дейді, басты мақсатымыз. Болады ма, мен Қазақияның соңына қалдырамын, өткен қазір қылмыс имені мынау басында ашық тұрған, видеомен шығарып тұрған нәрселер, өткен мынау Қазақия программасы, ол менің миымда да өткен өшіп кетті. Мен қазір алып шығардым, мынандай жасадым, мынаны бүйттім, мынаны үйттім деп айтайын десем, ол жерде барлығы өткенде менің анау хакерім былай айтқан кезде не қылып кетті жаңағы. Онда сізге Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 182 бабының 1 бөлігімен экстремистік топ құрған және оған басшылық еткені үшін айып тағылып отыр. Соңынан бастап қойықшы сұрақты. 187. Өйткені болсын бәрін қылмыс қылып тұрған, мынау барлық сөзді, құр сөздерді, айғай-шуларды, кухонный әңгіме, пьяный базардың бәрін қылмыс ретінде тандырып, түйіндеп тұрған бұл қару-жарақ попытка қылып тұрған. Сондықтан соңынан бастап, қару-жарақтан бастап попытка не қылайықшы, талқылап, жоғарғы ең 182-ге дейін барамыз содан. Не болады, ол қалай болады? Бола ма? 187-ні талқылайықшы, мына 287 ой. Адамдар тобының алдын ала сөз байланысымен атыс қарудың және атыс қаруы туралы. Осы біздің жаңағы осы қылмыстық топ жасап, бізді қылмыстық топ деп экстремистік топ жасап, соны құрды, соны қарумен қамтамасыз етті, соның опечаткасы бар деген нәрсенің барлығы осы жерден басталады біздің қылмыс. Қалған нәрсенің барлығы құр сөз. Құр эмоциональный әңгіме. Былай айтқан кезде, оның барлығын талқылап жатқан адамдар уже талқылап жатыр, арасынан бір-екі сөздерден алуға болады. Бірақ мынау қазір мен ең соңғы эпизодқа тоқталып өтсем. 287-нің ең соңғы бабы, 4-ші ғой деймін. Қару-жарақ туралы. Қару-жарақ басынан бастайтын болсақ, мен шынында да ойладым. Өйткені Тыңғатарова қару-жарақ туралы көп эпизодта анау нелердің ішінде айтылған қару-жарақ туралы айтылады. Егер де ертең қайтып басып келе жатса, орыстар, яғни ОДКБ-ның әскері басып келе жатса, қайтып тойтарамыз. Сол үшін қару-жарақ алу керек. Қару-жарақ алатын адам бар, қару-жарақты не алатын адам бар деген кезде мен бір эпизодында айтылған, мен числосын точно айтпаймын, өйткені бардың жерін айтайын. Мына жерде айтылған жері бар. Қару-жарақты предлагать етіп жүрген адам или КМБ-ның адамы, или ол дурак деп айтқан жерім бар. Үшеуіміз отырмыз, Бағдагүл, Андреева Бағдагүл и Тыңғатарова үшеуіміз отырған жерде сонда әңгіме бар, что қару-жарақты предлагать еткен адам или дурак, или КМБ-шный дурак деп айтқан жерім бар. Мен қару-жарақты әскери салада 14 жыл бойы қару-жарақтың қасында өскен соң, қару-жарақты көрсем құсқым келеді. Шынымды айтайыншы. Анан ұстамақты келіп, жанына жолағым келмейді қару-жарақтың. Маған осында келіп, осы до конца бізге таныстырғанша, осы секретный болып келді, өйткені бізді жаңылыстыру мақсатында болды ма, мен оны түсінген жоқпын, ол КМБ-ның қандай, бізде осы следствие жүргізген кезде не мақсатта олай болды, мен оны түсінген жоқпын, бірақ негізінен алған кезде осы қару-жараққа келген кезде көп осы салқылар біліндім. Сенің де опечатың бар қару-жарақта деген кезде мен басына жай түскендей неге түстім, күйге түстім, өйткені мен қару-жарақ деген нәрсені көрмегем, білмеймін де. Мен бас жағында бізді ұстаған кезде мен ойладым, шынымен ойладым, Тыңғатарованың айтып жүрген қару-жарағы осы шығар деп ойладым. Өйткені именно Тыңғатарова сол бізді ұстардан алдын 2 апта алдын келеді де, маған ненің алдына келіп, анау, мен как раз квартирадан көшіп жатқам, келеді де маған айтады, не жинайықшы дейді анау. Картошка мед бар. Жүрші дейді анау, ненің ішіне барып жинайықшы дейді анау, базардың ішіне барып.
Сол базардың ішіне кіреміз де Тұңғатарова екеуміз картошка мет жинаймыз екеуміз. Сөйтіп, оның барлығы Тұңғатарова білет, оның КМБ жақсы білет, сондықтан мен оны ашық айтам. Оның ешқандай жасыратын ештеңесі де жоқ, өтірікті айта алмаймын. Өтірікті де айта алмаймын, сіз өтірік айтсам біліп қоясыз. И сонымен екеуміз жинаймыз, содан кейін ойымда болды, е-мое, Тұңғатарова действительно қару-жарақ жинады деп ойладым. Мен Ақылжанды ол кезде танымаймын, ойладым, Ақылжан действительно мен оны танымаймын, атын да дұрыс танымаймын. Ойладым, осылар қару-жарақ жинап жүрмін, сонда не болды? Сонда басынан жай түскенде өзім стройкада жүрген адам, күн көре алмай ана жерде. Шынын айтқан кезде күніне бір 7.000-8.000 теңге айлық табамын, 5.000 теңге кейде болады. Сол айлық тауып жүрген адам и келеді да анау жауды ұстап кеткен сияқты 15-20 солдат келіп, бір автобус болып жаңағы бүйтіп тұрып шауып келіп алып кеткен кезде мен ойландым, е-мое, мына не болды? Өйткені мен мына жігіттерді ешкім танымаймын, ешқандай курс жоқ. Мына бір жігіт танимын, екі қыз танимын. Политикамен байланыстырып тұрған осы екі қыз, бір қыз далада жүр. Ол өйткені мен осылар арқылы активистердің ортасында не болып жатыр, кім не деп жатыр, қайда не деп жатыр, президенттің анау не ақордасында не болып жатыр. Маған басқа ешкімнің керегі жоқ информатордың, осы екеуі жетеді маған. Олардың активистердің ортасына барсам, тіл табыса қаламын, өйткені ауызбіршілік жоқ, элементарный ауызбіршілік. Сен тұр, мен айтайын, барлығын сөздері сондай. Мен ойладым, қазақтың басына ауызбіршілігі жоқ, қарапайым халықтың аузында ауызбіршілігі жоқ деп өзімше айыптаған активистердің аузында ауызбіршілігі жоқ. Бұл қалай болады дегенде басымды қасып, ақырында мен олардан қашатын болдым активистерден. Ана жерде жиын болады дейді, жоқ мен бармаймын. Ең соңғы жиын тауда Олимпийский көшесінде кім ана кісінің атын ұмытып қалдым, жаңағы Байбақ ағаның үйінде. Соның үйінде бір жиын болды, не жиын болған есім жоқ, бір қыста болған, сонда ғана бардым. Ең соңғы активистердің жиыны сол. Мен барған жиын сол. Сонда мен болдым, мойындаймын, болдым. Бірақ мен ол кезде ол жақсы да көрген жоқпын, ешкімді көрген жоқпын. Ол жерде мен круг общением Тұңғатарова и Бағдагүл. Қалғандардың бәрін мен көрмеймін, естіпеймін. И жанымда бір-екі анау енді жаңадан қосылып жатқан бір активистер болатын, ол Өзбекстаннан келген. Бір жыл алдын енді танысып келе жатқан сондай кісілер болатын. Бірақ конкретно былай бізге жаңағыдай таныс, особенно бір әңгімелесетін ештеңе болған жоқ. Сонымен мен қай жақтан ол қару табылғанын мен білмеймін, маған осылай қару табылды деп алдыма жаңағы бөтелке мет деп, картошка мет деп, соны бірдеңені әкеп қойды, жаңағы суретін көрсетті. Лента пулеметіне мен ойлаппын, пулемет бар екен ол жерде. Ой деген жаңағы жүйрік қой кетіп қалады. Ойлап жаман ой кетті, мынау пулемет алыпты ғой тағы. Мен Тұңғатарова ойлап тұрмын, әлде де басқа ешкімде емес. Ақылжан екеуі тауып алыпты ғой деп. Сонымен ана жерде картошка мет, пулемет лента, анау не, басқа жаңа оружие, мен енді ана жерде бүйтіп тұрып көрнеке қылып жаңа суретке түсірілген ғой. Мен ойладым, осының бәрін бұлар алыпты ғой. Дайында алыпты ғой Тұңғатарова деп. Ой кетті солай. Шынын айтайын, мойындайын. Сонда ой кетті, жаман ой кетті. Кешірім сұрайын, жаман ойым үшін, өйткені әр адамның ойы болады ғой. И сонымен кетті. Ол әңгіменің барлығы, сонымен ұсталдық, қамалдық. Міне қазір енді осымен ашылып жатыр, міне қазір деломен сіз айтып отырсыз ғой, следакпен таныстырды ма, үйтті ме, біз танысқан жоқпыз деломен, дұрыстап. Айтты, осылай, сот, следственный сот барлығын таныстыру керек, басынан аяқ деді. И сонымен сотта келіп, қазір біз басынан аяқ кімнің не айтқанын чөп-чөм біз енді жан-жақты нені біліп алуымыз керек, кімнің кім екенін біліп алуымыз, танымаймыз, қалай біз олар туралы шындық айтамыз, егер танымасақ. Танымаймыз. Өйткені менің екі досым, үшінші досым. Досым болған, досым ғой, әлде де досым, может, әлде де ойланатын шығар, показаниясын өзгертетін шығар деген ой бар әлі. Өйткені қимаймын мен бұны. Жаманшылыққа ше, әлде де. Сонымен эпизод мына жерде кімнің Толжаханов Олжастың қалай айтқан кезде анау оның да жер емес қой, бір жерден әйтеуір тауыпты ғой. Бір рет барған жерім бар мен Олимпийский көшесінен, қару-жарақ видео. Басынан бастап нарушение. Ең басынан бастап нарушение. Мен ойлаппын, грамотно тыққан шығар бұлар деп. Ең хотя бы, ең болғанда КМБ осы қару-жарақ грамотно тығып, бір ойлаптым, соны мойындамауға вариант болмай қалғанша деп ойлаптым. Екінші ойым анау, мен таныстырып бастаған кезде қару-жарақ. Енді содан кейін қару-жараққа келдік.
Сонымен олар прямой алып барады да, ертіп барады, іздеп тапталып тастаған көрініп тұр. Ішке кіреді. Тольда деген ит. Тольда деген ит кім түсініп қалғанын білмеймін мен. Ит түсінбесе адам түсінбейді ғой. Бәрі түсініп қойды, Тольда барып нені тауып берген. Енді сол жерде мысалы үшін нарушение, грубый нарушение, ең бірінші грубый нарушение. Бірінші наводка қайдан түсті, соны бірінші қағазда белгілеу керек еді. Сол қару-жарақ сонда бар деген предположительно бұл не болу керек, или болмаса мына наводка сол біз қару-жарақты алып барғанымыз, қару-жарақ сөйлеп қойғанымыз барлығы болу керек еді. Ол ондай ешқандай мәлімет жоқ. Олар біз 24 сағат күзеткен, бірақ бізде сондай қару-жарақ тасыған, арқалап жүрген, бір жерден бір жерге тасыған жеріміз жоқ. Тек мына сөз, әңгіме и келеді де Тольда деген ит тауып алады. Иә, айта беріңіз. Мына мені трибунал өз дегенге қатысыңыздаршы. Нені? Экранға жақсы көрініп тұрсыздар. Ана жақтан келіп отырмыз сөз. И сонымен ең бірінші, енді біз армияда болғанбыз, гильза іздегенбіз. Біз не то что автомат, пулемет жоғалтпақты көріп, мысалы үшін гильза жоғалса, бір автоматтан атып, гильзаны іздеу үшін біз 20 солдат, 30 солдат, 100 солдат болса, 100 солдат қатарынан қоямыз бірінші. Сөйтеміз де каждый шагты бүйтіп тұрып, қазып тұрып іздейміз. Мен бұл менің жаңағы юридический нем емес, опытым емес, расследование жүргізіп ондай жүргізген жоқпын, следственный, бірақ именно гильза жоғалған кезде бір гильза жетпесе, бүкіл армияда сол гильзаны іздеу үшін бүкіл 100-200 солдат кім автоматпен атып, соның барлығы қатарынан тұрып іздейтіміз. Сол процедура орындалған жоқ, хотя олар келді, сразу тауып алды. Енді мейлі тауып алды дейік, мейлі біреу барып айтты дейік, біреу жақтан барып точно жаңағыдай информация түсті дейік. Ішіне кіргеннен кейін ішін бәрі қар. Барлық қару-жарақ жаңағы, барлық жаңағы дубинка, не бар тағаны? Не? Арматура, автомат, пулемет, барлығы пулеметтің лентасы барлығы қармен қапталған, өзіңіз көрдіңіз, бәрі қармен. Хотя мен ол жерде болдым, ол жерге бір жерінен қар кіруі мүмкін емес. Қар кіргеннің өзінде мұз болып қатқамайды ғой. Бір күн алдын жауған, 16 күн жауған. Өйткені мен точно есімде 16 күн қар жауады. Мен ана жерде бастығымның көзін бояп, үстінен анау цементтің үстін барып жауған есімде қар жауатын кезде. Ой, ұрсылатын болды бастығымды. Сол цементтің үстін жауған есімде. И сол күні салдым мен еще. И сол күні еще қар қылып автоматтарды тығып тастаған. Енді точно дело апарып, біреу апарып тықты. И сонымен енді қару-жараққа келіп тірелейік. Енді қару-жарақты опечаток пальц. Бізге менің қатысыммен ол жерде опечаток пальц болып тұр. Менің опечаток пальцым якобы қару-жарақтың ішінен табылды. Табылды ғой, прокурор мырза? Табылды. Енді қалай ол қару-жарақтың ішіне опечаткыңды определять ету мүмкін? Мысалы үшін опечатокты определять ету үшін бірінші қару-жарақтың барлығы өз қолымен бірінші тексерумен өткізілмейді. Қару-жарақты бірінші алады, стволдың ішіне бірінші қолды тығады, сөйтіп көтеріп алады да пленканың ішіне, или болмаса біріне аккуратно салады қағазды, чтобы опечаток стереотип кетпеу керек. Одан кейін барлығы ана жерде даже каждый бутылка, әрбір бутылка өзінің анау немен салыну керек, әрбір пленкаға салыну керек, мынандай пакетиктерге салыну керек. Сөйтіп соның бәрі мынандай осындай үлкен залға келінеді, жайылады. Содан кейін барып каждыйына жаңа ұнтақ себіледі. Одан кейін барып сол ұнтақтан опечаток табылады. Кімнің опечатки шығады, сол шығу керек. Жоқ, ол жерде ондай болған жоқ. Алып шығады есіктің алдына, қарымен алады да төгіп тастайды да, ішінен алып шығады да, бүйтіп арқалап шығып жатыр дейді, арқалап төгіп тастайды. Сөйтеді да бүйтіп, мына жерден опечаток, мына су болып қапты, судан су болмаған соң опечаток алуға болмайды. Грубое нарушение. Өте грубое нарушение. Мен юридически не жүргізбеген ондай. И то мен білем, что ол нарушение екен. Алып шығады, алдына жайып тастайды ненің алдына. Сөйтіп Олжас бауырымды апарып алдына қойып қояды, ананы тоңдырып. Сөйтеді ана жерде тұрып алып, ары бері қарап отырсаңыз басынан аяғына шейін нарушение. Алып анау нені затворды алып контрольный выстрел жасайды. Сөйтіп барып қолына резиновый перчатка барлығын анау егер опечатка болған жағдайдың өзінде опечатка бәрін стерка жасады ол қолдарымен. Сөйтіп нарушение жасап келеді де, ең соңында келеді де, бізге соны таққысы келеді. Сол оружияны полный таққысы келеді. И бізге оны как бы не ретінде, қына ретінде бізге таққысы келеді. Оны мен айтар едім, осы именно 287-ні полностью өзіңіз қараңыз. Адам ретінде қарасаңыз да, былай қарасаңыз да, әділ сот ретінде қарасаңыз да, ол бізге тиесілі емес.
ешқандай біздің арамызда ондай қару-жарақ деген нәрсе мен ешкімнің қолынан көрген жоқ. Хотя түн қатарып айтады, 2 пистолет анау мынау болған. Енді ол қару-жарақтың ішінде тағы бір қызық нәрсе, 21 оқ бар, неге автомат калашниковқа келетін 5,45 миллиметровый. Қалғанның барлығы ешқайда келмейді. Енді бутылкаларға келетін болсақ, жарайды, бутылка мед дейікші, картошка мед десек, сіздерге біреулер ұнамай қалады. Ол бутылка мед дейтін болсақ, барлық бутылка үлкен, именно бутылка анау неге сиятын, анау не трубаға сиятын бутылка жоқ. Анау трубаның ішіне сию үшін, егерде бізге анеде 15 жаңағы не болатын болса, труба болатын болса, әрқайсысына жоқ дегенде 100-100-ден жаңағыда сиятын бутылка керек. Егерде бітіп қарайтын болсаң, егер ақылмен не қылатын болса, ойлайтын болса, логикам жай логически ойлайтын болса, егер дайындалған адам сөйтіп бір газель бутылканы әкеліп төгіп тастайтын еді сол жерге. Сөйтіп дайындалатын еді мысалы. Олар асығыс әкелгенде тығып тастаған. Ол көрініп тұр. И одан кейін қаруда пулеметтің лентасы бар, пулемет жоқ. 16-шы оқ сиятын обрез бар, шолағы мылтық дейміз ғой. Обрез бар да, 16-ға сиятын оқ жоқ. Басқа бір оқтар бар, левый 12-ші оқтар. Одан кейін тағы не табылды? Винтовка. Снайперский винтовка дейміз да. Вот сол снайперский винтовканың өзі бар да, снайперский, төбесіндегі снайперский оптикасы жоқ. Одан кейін оның оғы жоқ, бірде-бір оғы жоқ оған келетін. УЗИдің оғы жүр ішінде. УЗИ деген автоматтың оғы жүр. Документ бойынша мен көрген жоқпын оның. УЗИ табылды ма? УЗИ табылған жоқ. Вот именно УЗИдің оғын мына жерде документ бойынша обвинительный акттың ішінде УЗИ деген автоматтың оғы жүр. Одан кейін сол жерде отырып досконально барын санады, 200 оқ деп нені санады да, лентаны. Лентада 200 оқ бар деді да, бірақ ол жерден қазір обвинительный актқа келген кезде ана документ бойынша 199 оқ. Грубо нарушение тоже. Олар қалай ол себебді санайды көзімше, бәріне алады, қалай ошибка жіберді, ол мен түсінбедім. Өткен ол шындық емес та, өтірік болған соң адам өтірікті қайтадан айта алмайсың. Бір өтірік айтсаң қайтып ақырынан шығара алмайсың. Одан кейін тағы да қандай нелер бар ол жерде. Былай алған кезде біздің оқты, ол жердегі автоматтарды, пулеметтерді іштеген біз тықпағанымыздың жаңа дәлел ретінде сізге келтіремін. Қар біз жағымызда тұр, өйткені қар ол бір күн алдын жауып, билинг. Біздің әрқайсымыздың, егерде біз оны апарып қоятын болсақ, именно қар жауған күні қоятын болсақ, әрқайсымыз қалтамызда не бар ғой, телефон бар. Хотя бы біреуіміздің телефонымыздың билинг шығу керек. Либо бір-бірімізге, мына жерге келіңдер, Олимпийский көшесіне апарып тықып келейік деген, либо соның бір хотя бы зашифрованный сөздермен айтылу керек еді. Біз чтобы апарып тыққанымыз, соны апарып одан кейін не қылғанымыз, барлық шығу керек. Былай алған кезде полное грубейшее нарушение, как будто былай айтқан кезде апыр-топыр асығыс біреуді жаңағы асығыс қамауға жаңағыдай вот әйтеуір тығу керек деген сияқты немен жасалған сияқты да. Былай алған кезде егерде бізді қамап тастау, егер сталинский немен айтатын болса, жаңағы абюлетурмен жаңағы фразамен айтатын болса, был бы человек, за что посадить найдется дейді. Дұрыс па? Егерде осындай мықты агенттер, мысалы Тұңғаттарова, молекула агент молекула атында ұмытып қалдым сұмырайтын. Жанат сияқты мықты агенттер тұрған кезде біздің сенімімізді әбден баураған, біздің достарымыз сияқты болып кеткен, кеше Асхат Жексенбайдың сотында бізбен бірге ойбайлап тұрған сондай кісілер тұрған кезде оларға как повар өздерінің қазанның басында тұрып фантазиясымен бізге не жасауға болатын еді да, анау қалай айтсам болады, қылмыстық іс ілуге болатын еді мысалы үшін. Ал мысалы үшін былай, Тұңғатарова үйіне мен жатпадым емес, жаттым, даласында жаттым, үйіне кіріп жатқан жоқпын, мойындаймын. Мысалы үшін келіп, өзінің кішкентай 7 баласы бар, бір баласын алады да, тастап жібереді, міне педофил. Сіздің алдыңыз жалынан ойбайлап мына жерде тұр. Мен жерде ешқандай характер көтермеймін, үндемеймін. Жалынан ойбай қойыңызшы. Мен ана жақта да түрмеде де маған оған покой жоқ. Міне педофил. Қылмыс құрамы көрсетіңіздер. Енді мен осы қылмыс құрамы туралы 174-ші бап туралы
сұрағын сұрақ қойсам, орысша да қоя беріңіз, түсіне беремін. Мына жерде пропаганда захвата власти и удержания власти. Вот негізі. Вот объективная сторона на жерде. Пропаганда — это попытка изменить чье-то мировоззрение или направить чье-то мировоззрение. Для этого нужна группа людей, которых слушают. Это ты должен здесь быть оратором. Либо у тебя должен быть WhatsApp-чат, должна быть какая-то группа, где ты продвигаешь какие-то идеи. Ты должен вступать в словесные отношения с неопределенным кругом людей. Сұрақ, с кем ты общался, когда ты общался и кому ты пытался поменять мировоззрение. Мен политикада да, өмірде де, вообще, ол мүлдем, осы соңғы қаңтар оқиғасынан кейін мүлдем активистердің ортасынан да шығып кеттім. Который мен сөйлесетін басқа адамдардың да мнениесінен, барлығынан өзім шығып, жалғыз өмір сүрдім. Жалғыз. Тек қана қарапайым ғана сөзбенен ғана сөйлесетін, қарапайым ғана әңгімелермен ғана әңгімелесетін адам ретінде. Жұмыс жайында әңгімелесіп жүретін адам ретінде. Егер де вот мына жерде как раз негізі сұрақ осы. Мына қараңыз, мен тек қана ойымды, политический ойымды, немесе бір какой-то идеямды, мен тек қана екі адаммен бөлісетін. Тұңғатарова, Андреева. Вот екі адам ғана менің как бы зрителім, и мен ойымды анау ішіне выплескивать ететін ойым, қатты қынжылған кезде соларға ғана айтам, болды. Басқа мен ешкімге, мысалы үшін, WhatsApp чат ашып, или болсам ДБК партиясының движениясының чатына кіріп айтатын, или болсам көше партиясының чатына кіріп кетіп, өзінің мнениемді айтатын, или тағы да басқа чат ашып алып, өзін не қылатын, ондай әрекет болған жоқ. Мүлдем болған жоқ. И болу да мүмкін емес, өйткені мен кеткенмін, бәріне көңілім қалды. Бәрін түсіндім, чтобы ауызбіршілік болмаса, ештеңе болмайтынын түсіндім. Бір адамдардың бір-біріне мейірімі оянбаса, біз мемлекетте болмайтынын түсіндім. Жақын ортада да бір 10 шақты жылда Қытайстан боламыз. Соны түсіндім. Енді осы жауаптан тағы бір сұрақ туындады. Сіз қазір айттыңыз Бардакөлді, сосын Тұңғатарова. Екеуін. Танисыз, олармен сіз саяси туралы сөйлестіңіз. Сөйлестім. Негізі сөйлескенде сіздің пікірлер билікті алып алу, немесе алып оны удержать эту власть, ломать эту власть. Енді бұл қайтадан қаңтар оқиғасына келеміз. Қаңтар оқиғасы болған кезде чиновниктер өз креслоларын тастап қашты. Алды, Европаға қашып кетті. Депутаттар менен жаңа чиновниктердің. Арты мына жақта үйдің інендеріне кіріп кетті. Пустое место святое место пустым не бывает дейді орыстар. Сол сияқты, егерде барлығы қашып, бұл Қазақстан ешкімге керек болмай, барлығына жоқ болып тұрса, біз немене, соларға кетіп қалды екен деп маңырап қалып кетуіміз керек па? Бұл отырсын, оны сағатаға отырсын. Отыр ғой, ел жұрт деген ағайындар отырсын. Пожалуйста деген сияқты бір ой болса, болды, бірақ барып өзіміз жаңағы отдельно мынау елдің бәрінен ешқандай елсіз, мынау халықтың басынсыз, бірігусіз, бір-біріне мейірімі оянуынсыз жаңағыдай өзіміз құрып алып, жаңағы алып алып, өзіміз отырып аламыз деген әңгіме болған жоқ. Бөтен болған жоқ па, енді бөтен адам? Бөтен адам? Сіз әңгіме құрдыңыз? Жоқ, бөтен адам болған жоқ. Бөтен адамның бірі, мен енді бір-ақ рет көрген адамның бірі Диго, Сағатаған екінші баласы екен. Бір-ақ рет сол болды. Одан кейін тағы да кім? Тағы бір жігіт болды. Я Диго екен білем, атын мен білмеймін шын десем. Тағы бір бала болды. Атын ұмытып Еско дейтін. Ол да жүретін. Оны да үндемей жүретін. Еще соны айтып әңгімелескен кезде сол бір рет бір әңгіме болды, бірақ ол
жаңағы захват жасаймыз, ойбай деген әңгіме болған жоқ. Бізге егерде елімізге бүлікті Россияның келген босқындар жасап, егерде Россиядан осы босқындар, якобы босқындарды басу үшін жаңағы нелерді, провокацияны басу үшін жаңағы әңгімелер басқа мемлекеттен әскер кірген жағдайда біз сол провокаторлардың бәрін аузын жауып, сырттан келетін әскердің алдына тосқауыл қоямыз деген әңгіме болды. Так, егер де ол обстановка, мысалы жаңбыр жауса шығып мен жаңбырдан кейін балық аулаймыз деген сияқты әңгіме. Жаңбыр жаумаса мен шықпаймын деген сияқты. Ол болмаса басқа ол движение болмайды. Өйткені сайлау болуға 3 күн қалып отыр. Мен жүрмін, ана ақылжан мына жақта қой бағып жүр екен, кейін естіп отырмын. Ана екі жігіт ана жақта стройка жасап жүр. Ана жақтағы Бағдагүл, ана жақта ауылына кетейін деп жатыр. Мен өз алдыма өзім стройка істеп жүрмін. Тозып. Именно 20-сында күні сайлау болардың алдында 17-сі күні біз солай жағдайда жүрген адамдармыз. Өз шаруамызды өзім жүрген адамдармыз. Демек сізде ешқандай топ жоқ, ешқандай ақша болу керек қой, дүние болу керек. Дүние болу керек, менен ораторский жаңағыдай способность болу керек. Ол ораторский способностьтың құры сөз болып қалып қалады десіле, мен өз жолымды өз дұрыстап таппай жүрсем, астында машинем болмаса, қалтамда ақшам болмаса, сырттан Европадан, Америкадан, Аблястан, басқадан поддержкам болмаса, мен кіммін? Вообще. Мен Қазақстанның азаматы ғанамын. Бірінші баппен бірінші пунктті егер бұзатын болса, мен ешкім емеспін, қоймын. Онда енді 180 экстремист топ құру. Мына жерде бірінші сұрақ. Сіз 405-ші бап, немесе 174-ші бап, немесе 256-ші, 227-ші бап, немесе 228-ші бап, немесе 225-ші баппен сотқа тартылыңыз ба, жауапқа? Бір рет административный жауапқа тартылғам, ол Арон Атабектің 40-нан кейін осы міне бүгінгі числомен түнгі сағат 4-те тауған. 488-ші бап па? Қай бап екенін білмеймін, административный баппен болды бір-ақ рет. Оның алдында 2019-2020-да ма сайлау болды ғой бір? Тоқаев кімді бір рет сайлады. Сол кезде бізді жолда кетіп жатқан жерде как свидетель ретінде апарып отырғызып қойды, бірақ жауап тартқан жоқ, айыпты ретінде ұстаған жоқ. Демек, бұрын сотқа жауапқа тартылған жоқ. Өте анандай, не айтсам болады. Мен даже мусор тастамаймын жерге, просто жолда кетіп барады. Онда сіз былай айтыңызшы, мына жерде отырған сотталушы кім мына жерде экстремист баппен жауапқа тартылды? Қылмыс іс бойынша сіз білетін. Мұны осы жақында осы сотта отырып танысып отырмыз. Ақылжанды осы қаңтар оқиғасы кезінде апарып сол экстремист террорист деп жаппақшы болған. 256 ма қандай статья. Сонымен жаппақшы болған деп естіп отырмыз енді. Бірақ мен оның шынын айтқан кезде өте бөтен адам болған осы уақытқа дейін, осы моментке дейін. Мен оны білмеймін, көрмеймін. Сіз экстремист баптармен сотқа тартылған жоқсыз, осы адамдарды сіз білмейсіз. Білмеймін. Кім қандай жауап? Еще мына жақта Айдос бір рет айтылған, что ол босаланып сондай жағдаймен бір болды. Айдостың өзінен сұрасаңыз болды. Мен соны примерно естідім ба өзінен. Мына жерде экстремист топ құру, ол экстремист адамдар болу керек. Немесе сот арқылы экстремисттер, немесе экстремисттер. Орысша жақсы оқисыз ғой, мынаны оқып бересіңізші бәріне. Мен жақсы білем, сол экстремисттік топ болу үшін мен сондай адам болуым керек, чтобы бұлар барлығы маған клятва беру керек. Ол Бағдагүл екеумізге бізде бір статьяны. Мына жерде солай жазылған. Солай жазылған. Солай жазылған. Сот процесінен кейін мен сізге бір жарты сағат уақыт берейін. Анау конвойда да шығаннан, чтобы егерде өздеріңіз өзара бір пікір алысқыларыңыз келсе, лизм, терроризм, дүниесінде осы тақырыпта жаңағы
теориялық білімдеріңіз жоғарылатқыларыңыз келсе, жасағыңыз келсе, мен қабылай өзіңіз. Мен судья мырза айта салайыншы, көңіл қалмасын. Жоқ, болып жүр. Басқа сұрақ бар ма? Қайсысы жоқ? Жоқ па? Адвокат адал берсін. Жоқ па? Қорғаушылар сіздерде жоқ па? Жоқ па? Қонақ қызы фамилияңыз жоқ па? Әбдіғалиев жоқ па? Мейлі қойыңыз. Ержан, жаңа сіз бас жағында менің адвокатым сұраған уақытта айттыңыз ғой, Санияның өтініші бойынша жаңағы картошка ататын нелерге бұйымдарын алып бардыңыз, керек жарақ заттарын алып бардыңыз. Соны біз эксперимент жасап болғаннан кейін алып бардыңыз ба, әлде эксперимент алдында алып бардыңыз ба? Ол эксперимент жасалған, мен ана жердегі числоны қарап отырмыншы, қай число екен білмеймін, сындырып әбжем бітті, бәріміз тарадық, саяхатта кездесіп бәріміз тарадық деп уже бәрі бітті ғой. Осы содан кейін Санияның именно личный өзінің қалауыменен болған әңгіме. Мені шақырып алды. Бізді тұтқындардың алдында бір 5-6 күн бұрын. Енді білмеймін, 1,5 апта ма екен, 1 апта ма екен. Мен точно есімде жоқ, бір числоны айта салшы, мен тура білсемші. Бірақ сол кезде ол Сания, өзі соны жинай бастады. Мен түсінбедім бірінші. Мен енді сенген жоқпын ғой, мен оны. Сендім ғой енді оған. Қайдан білемін мен оны не үшін жинап атқан. Мен ол может быть басқа нәрсе үшін керек болған шығар. Мен не үшін керек болған жауап берген жоқ ол маған. Маған жауап берген жоқ ол. Ол маған не үшін керек екен жауап берген жоқ. Сол үшін айта алмай тұрмын, не үшін керек. Мен ол саған сенгенде сендім ғой мен. Ол ұсқаңыз. Ұсқан жоқ, сондай ғой манер. Сіздердің сұрақтарыңыз жоқ па? Тұрабыз. Осы жерде. Ол мүмкін. Сотталушы айтыңызшы, Алматы облысына, Марақолға, Талғарға бардыңыз ба? Бардым. Не себепті бардыңыз, кіммен бардыңыз? О жерге Жанат Искаковтың машинасы болды, өзі болды, и Бағдагүл болды. Біздің елге басқа елден угроза түсіп жатыр деген қауесет, әңгіме, вообще сондай жан-жақтан информацияны жинап түгелдеп мына жерге логически мүмкін деген сияқты ойменен, уже мүмкін деген сияқты ойменен болған кезде амал әрекет, сондай әрекет ретінде маған Жанат и кім Андреева Бағдагүл екеуі осындай кісі бар, сонымен кездесейік бір кісімен. Ол кісінің өзінің кезінде журналист болған, депутат болған, сөйлесейік. Оның может атты кісілері бар, жаңағыдай кіріп парад өткіземіз деген сияқты да. Может халықты не қылайық, өзімізге былай алған кезде бір қазақ екеніміз көрсетейік деген сияқты бір оймен, сондай немен барғанбыз, бір адаммен кездесуге бардық болды. Қандай адаммен кездесіп? Атын ұмытып қалдым ше, бір кісі әйтеуір. Үлкен кісі. Мұрсалиев, Фархат, Досқалиев, Махмуд, ол кісілер танисыз ба? Ол кісілер танимын. Ол кісілер танығанда мен ол кісіні осы сотта екінші рет көрдім. Сол кезде бірінші кездескен кезде бірінші рет көрдім. Сол тергеу кезінде сіз жаңағы кім Мұрсалиев, Фархаттың, Досқалиев, Махмудтың жауаптарымен таныстыңыз. Соның жауаптары бойынша не айта аласыз? Енді былай айтқан кезде сізге тағы да айтайын, бұл жаңағы КМБ-ның өзінің сұсты бар да, если кіргізіп алып соның ішіне бізді әшейін қара сөз үшін қамап қойған болса, олар да қамалып қалмайын деп қорқып, бізді группаға қосып жібермесін деп, анау Следак не айтса, білмей болсам Себердегі кім болып салады, кім жаңағы сөз алып, сол адамның айтқан сөзінің бәріне келсе берген сияқты әңгіме болып тұр. Өйткені ана жақта айтқан сөз бөлек, мына жердегі айтқан сөз бөлек, бірақ берген әңгімемен келсем деп қол қойып тұр, айтып тұр, қол қойғанмен. Содан кейін барып мен ойлап тұрмын, ол қатты қорқынышпен жаңағыдай мойындаған екен деп тұрмын. Коктейль Молотова немесе жаңағы бутылкамен, картошкамен сондайды сіз дайындай аласыз ба? Мен шынымды айтсам, коктейль Молотованың құрамынша дұрыс білмейді екенмін. Құры бензинмен болмайтынын мен осы көп болған жоқ, осы біраз болды білгеніме ше. Құры бензин жанбайтын, ол машинаны жақпайтын ше, или болсам ештеңе болмайтын, ол әшейін бетінде жанып тұратынын осы білдім.
өшіп қалатын. Бутылка мед, картошка мед дегенше. Картошка мед, бутылка мед дегеннен ол кейін соны ойланып жүріп балалар айтып қалған жағдайлар болды, Тұңғат Арбаның айтқан жағдайлар болды, Бағдагүлдің айтқан жағдайлар болды. Ол видеода көрдіңіздер ғой? Енді қараңыз. Дайындай аласыз ба сіздің? Сізге сұрақ сол. Ютубта қарап отырып дайындай аламын. Ютубтан любой сіз де қарай дайындайсыз. Сіз дайындап көрдіңіз бе? Жоқ. Дайындалғанда былай. Қандай детальдардан тұратынын білемін, бірақ мен дайындап көрген жоқпын. Дайындаған да жоқпын. Дайындай алмаймын. Құрамын білесіз, бірақ дайындаған жоқсыз. Дайындаған жоқпын, ұстаған жоқпын. Түсінікті. Енді жаңағы сөзіңізді айттыңыз, яғни видео көрдік қой. Иә. Жаңағы Көксай өзенінің бойы дейді, сосын Олимпийская елу зерттелімінде екі бейне жазбада жаңағы бутылка мен картошка мен соларды сынақтан өткізген деген мысалға фактімен сондаймен видео көрдік біз. Ана жақта қандай да бір құрылғының атылғанын жаңағы естіліп жатыр. Соны орталарыңыздағы әңгіме, сол жерге жалпы сіздер не үшін жиналдыңыздар? Ол жерге Тұңғат Арбаның жинауымен жиналдық, шынын айтсам. Тұңғат Арбаның, енді сіздер оны жасыратында, мысалы үшін мен қазір ештеңем жоқ та, ол видеодан көрдік, видеодан көріп отырсыздар. Тұңғат Арба айтады, осылай, типа осындай бутылка мед дейма, жаңағы картошка мед дейма, бірдеңе жасаймыз, соған бір кісіге көрсетеміз, соған ақша береді дейма, біз ол ішіп отқан әңгіме ғой. Сонымен ертеңіне келесің ба сонда жаққа деген, сонымен мен воскресенье демалғым келді, бірақ демалып уақыт жоқ, соның көңілін қалдырмау үшін шыға салған әңгімелер негізі. Осы шықтым, сонымен сонда андай өзім ауырып та жүргем, Бардыңыз ба? Именно неге Көксайға бардым, видео бар өйткені. Көксай. Көксай өзеннің бойы. Өзен Көксай, өйткені Олимпийская көшесіндегі болған ол жерде мен ол жерде болған жоқ. Жақан, сізге біреу сөз берді ме? Болған жоқ, видеода бар ғой енді. Жақан, айта беріңіз. сол енді сәл адам өзі ұстау керек шығар. сіздің нақты жауабыңыз не үшін бардыңыз? Тұңғат Арбаның көңілін қимай бардым. Жүрегімнің қимай, сен де баруың керек, көруің керек деген соң, Тұңғат Арба ертіп, мына балалар келатыр, қыздар келатыр. Ержан, мен ұйықтап жатқам, өзім ауырып жүргем, коронавируспен, өзім сол кезде ауырып жүргем. Оның кембіштер біледі, данные бар. Сонымен мені шақырды, соң кейін амал жоқ, баруға тура келді, ауырып тұрсам. Бардыңыз, елдер сол жақты қасындағыздар атып көріп жатыр. Сіз атып көрдіңіз бе? Мен атылмай атқан көрдім, одан кейін мен бұл андай әңгіме ғой дедім де қойдым, қол сілтеп. Сол жерге мысалы сынақтан өткізіп жатыр ғой, сол атылды ма? Ол атылған жоқ, дұрыс. Мен атылған жерде, атылған кезін, именно атылса, атылған шығар, бір мәлім тема, қанша метрге атылып, 40 метрге ма, может, ол мен көрмедім де қалай атылған. Мен ішім ауырып, басым ауырып, тұмсығым бітеліп, өзім не состояние болып тұрғаннан кейін, оны көңілде аударған жоқпын. Өзіңіз атып көрген жоқсыз? Жоқ, ұстағанды жоқпын, атып та көрген жоқпын. Өйткені менің сейіліп, күдігім сейіле бастаттық, Россияның нелері, басқыншылары келеді деген нәрсеге мен что-то сенбей бастадым. Өйткені Россияның орыстап жүрді ғой, олар демей жүрді, квартира өзі таппай бейшара болып жүр. Олар қалай бізде көтеріліс көтереді деген ойлар уже мен сол кезде мазалап жатқам. Сол себепті сіз оған не... Вообще, мүлдем мен ондай кезде мен ойланып жүргем, бұл Тұңғат Арбаның неге бұл бүйтіп қатты кірісіп жүр деген сияқты ойлар мазалады, мазаламады емес. Бірақ сендім. Қанша осы сот отырысында көрдік, қанша мысалы аудио жазба, бейне жазбаларды бәрін көрдік. Сол жиындарда не үшін жиналдыңыздар? Тұңғат Арба шақырған үшін жиналды. Тұңғат Арба не деп шақырды? Келіп кетесіз ба дейді. Оның алдындағы әңгімелер ғой, ең басындағы әңгіме, мына жаңағыдай болады, өйстіп Россия кіретін болды, Украина кіретін болды, Украинаға кіргенде бізге де кіріп кететін болды, ол басында сөйтіп болған әңгіме. Енді соны продолжение следует деп, Тұңғат Арба бізді жаймен сол болуы мүмкін болған жағдайда не істейміз деген сияқты әңгіме. Әр жиын сайын Тұңғат Арба шақырып отыр. Енді маған күніге ыстық тамақ істеп беретін адам жоқ. Сол Тұңғат Арбаның үйіне бір шетінен тамақты жегін келді. Енді басқа мысал үшін ойда болған жоқ. Арақ ішкін келді біреумен отырып, біреудің үйде отырып арақ шамайсың ғой? Общение ұстап. Енді жаңағы стенограммаға келетін болсақ, 2 тамыз 27 жыл Есік қаласы Алматы облысында
сөзбе-сөз айтатын болсақ, мысалға сіздің сөзіңіз енді вход міне барлық входтарды жабамыз, кіре беріс ашық тұрады, кіре береді машина. Пока мына шығыс беріс жапқан кезде ешкім ештеңе білмейді. Мына жерде пробка болады, 13 жерден пробка болады, сонымен мынаның іші Алматы пробка болады. Осы сөздер есіңізде ма? Бұл сөздің бәрін осында келіп қайтадан есіме қайтып түсірдім. Бірақ бұл сұраққа мен сізге жауапты жаңа ғана дұрыстап бердім деп ойлаймын. Қайталай берудің қажеті жоқ. Бұл осы қала халқының ауызбіршілігін білдіру, келтіру. Тек қана ауызбіршілік қырылып қалмасын, бүкіл жастар қырылып қалмасын деген мақсатта ғана ойланып жасалған нәрсе. Кетсе машина кетсін, автобус кетсін, газель кетсін, ақша кетсін, мусоровоз кетсін, бірақ халық жастар қырылмасын деген сондай бір фантазиядан туылған әңгіме ол. Өйткені мен соны көрдім, қазақ қалай қырылғанын көрдім. Енді оны сіздерге мен визуально қалай жеткізе алмаймын. Сіз өзіңізді активист ретінде санайсыз ба? Мен активист ретінде өзімді санамаймын. Мен баяғыда айналысқан жүрген қаңтарға дейін кішкене былай айтып жүрген адам ретінде өзімді енді бұрын санайтын. Как қаңтар бітті, оның алдында уже мен алшақтап жүргем активистерден. Сондықтан мен өзімді активист ретінде де санамаймын. Вообще негізіне алған кезде мен олардың арасында жоқпын. Мен танымайды да бұл активистер. Қазіргі жаңадан келгенде тем более. Мені бір-екі адам таниды. Олардың бас жағында соттың басында екеуі келді. Қалған келген жоқ. Ағам білетін, қан майданда бірге болған. Сол сияқты жаңағы басқа да стенограммалар бойынша сұрайтын болсам, жаңағы Алматыны қоршап тұрмыз, Алматының жан-жағын ұстап тұрамыз. Үкіметті поддерживать ету үшін үкіметті алып тастау керек деген сөздер. Алматыны қоршап тұрамыз, мен сізге айттым ғой, неге үшін Алматыны қоршап тұратынымызды. Сырттан келген жаудан. Сырттан ОДКБ, Белоруссия келетір деген әңгіме сол жол ертеңіне жолда естілдік. Мына жақтан уже ОДКБ 1 минутта күшіп келетін болды. Қытай өз әскерін жібереді деген әңгіме кетті. Назарбаевтың өзінің гвардиясы бар деген әңгіме кетті Қытайда. Сондай әңгімелердің барлығы өзінің лишний әскері бар деген әңгіме кетті. Алматыны қоршаймыз дедіңіз. Иә. Басқалар басып алмасын деді. Иә, басқа мемлекеттен кемеу үшін. Басқа 27-22 жылғы стенограмма бойынша басып аламыз. Тоқтаңыз. Қалай басып аламыз? Тұра тұрыңыз, прокурор мырза. Прокурор мырза, осы сұрақты қайталайықшы. Басып аламыз демес. Біз халықтың ауызбіршілігін біріктіру үшін басып аламыз, қоршаймыз деді. Иә, қоршаймыз. Иә, басып аламыз деген әңгімені айтпаңыз. Қоршаймыз деді. Енді мен сізге келесі сұрақ. Ол келмейді, ол шықпайды, олар қашады, ол жерде әңгіме былай, Алматыны аламыз ғой. Басқа вариант жоқ бізде. Біз Алматыдан ауылдан басқа. Сөйтіп қараңызда сен айтқанда ақсақалдарды сайлаймыз. Сөйтеміз дәл сол жерден уақытша үкімет сайлап жібереміз. Сол жерден сразу сайлаймыз. Ол болмайды, үкімет Тоқаев келе ме, әкім келе ме деген әңгіме жоқ оның бәрі. Егер сіз жаңағы айтуыңыз бойынша біріншіден Алматыны қорғайтын болған, қоршау, қорғап, халықты қорғайтын ауызбіршілігін жинау деген ойыңыз болса, осы стенограмма бойынша не айтасыз? Сізге обстоятельствоны айтатын. Бірінші, чтобы сондай жағдай болу үшін Россиядан провокаторлар кіріп, іштен бүлік шығару керек болған. Ол сонда сіз айтқанда жағдай болу үшін бүлік шығару керек болған. Одан кейін солар ОДКБ-ны Қытайдан әскер жіберіп, содан бізді сол бүлікті басу үшін келіп, бізді басып алу үшін сондай әрекет жасау керек болған. Егер сондай әрекет жасамаса, біз ондай жағдайға бармаймыз деген әңгіме болған. Жарайды. Мына жердегі Алматыны аламыз, бізден басқа одан вариант жоқ. Егер енді анерде аудиомен айтылған кезде бұл аудионы біз уже мен өзімнің аудионы тыңдап отырғаннан кейін ол сіз де тыңдаңыз, басқа да тыңдады, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Айтылса, айтылған шығар, мен қай бір сөзім есімде қалады. Просто бұл жерде Сағынтаев та қашып кетті, Тоқаев та жоқ болып кетті, ешкім халықтан да шықпаған соң сондай мнениеге келдім деп бағана айтып кеттім сізге. Сондықтан мен сондай мнениеде болдым. Кәмелет жасқа толмаған балаларыңыз бар? 3 балам бар. Кәмелет жасқа толмаған 3 балам бар. Қазіргі таңда сіз ол кісілер қайда, бірге тұрасыз? Мен әйеліммен бірге тұрады олар, бұрынғы әйеліммен, бұрынғы ажырасқан әйеліммен бірге тұрады. Араласасыз ба? Әр кезде барып кеп тұрам, өйткені менде оның постоянно барып қамқорлығыма алып жанында жүруге, мысалы үшін ауылда жұмыс жоқ. Балаларым қазір мен әйелімнің қолында,
Қайға? Ауылда? Өзім туылған ауылымның бер жағында бір ауыл бар, Максим Горький деп айтылатын, бұрын қазір бірдеңе жібек жолы ма бірдеңе. Қай жақта, соны айтсаңызшы. Сарыағаш, Түркістан облысы. Мен ол Қашаннан бері көріп тұрасыз ба емес? ол кісілермен уже 2016, 2017, 2018 ғой деймін. Соны шығып бөлек тұрдым, бірақ бөлек тұрғанда ауылда жүрген кезде бір ай сайын, 2 ай сайын обязательно барып бала шағамды көріп кететін. Кейін жайлап азайттым. Көршілес ауылда тұрады, мен туылған ауылдың көршілес ауылында тұрады. Ол ауылдың аты бар ма? Максим Горький деп аталатын, қазір жібек жолы ма бірдеңе деп аталады, білесіз ғой? Қазір бірдеңелерді атап тастаған, қандай аттарын. Бұрын Максим Горький деп аталатын. Келес ауданынан. Келес кейін бұрын Сарыағаш бірге еді, осы үшін Сарыағаш деп айтылып жүрді да, қазір Келес ауданын бөліп шыққан, қазір Келес ауданы. Ол бөліп айтылады. Тұрған Жүргеніз, Абай, орталық. облыста қосылады, ауданда қосылады. Үйреніп қалғанымыз ғой. Енді, сіздің семьяңыз сол жақта 2016-тан бері өзіңіз Алматы қаласында жүрсіз. Семьям негізі мен сол жақта 2016-тан бері Алматы қаласында жүрген жоқпын. Алматы қаласына мен әр кезде келіп кететінмін. Жұмыс істеймін, келем. Келіп стройка істеп келіп кетемін, біраз ақша жинап аламын да, бала шағам көріп келем. Енді әйелім жоқ, ешқандай заводы жоқ, сол бала шағам осы. Әйелім өз айлығын табады, кейде жазда айлық алмай қалған кезде де барып кіріп кетем. Қолымнан келсе жаңағыдай подарканы жіберіп қоямын. Енді қалай өсіп жатқанын деп сырттан көріп шығамын. Жаңағы әйелімнің алдына барып жығылуға гордость жібермейді. Бірақ бала шағам жаным ашиды, көргім келеді, тәрбиелегім келеді. Әлде де сондай ойым бар. Үлкені қанша да бар? Ең үлкені 2008 жылғы. Шынымды айтсам, 2 бала туылыпшы, екеуін жылдарын ұмытып қаптым. 2 ұлым бар. Жылдарын ұмытып қаптым, кішкентай бірақ. Көрмесеңіз араласпасаңыз кәдімгі? Енді әр кезде барып тұрамын. Жат болып кетесіз. Әр кезде барып тұрамын. Соңғы рет қашан бардыңыз? Соңғы рет ұсталмай тұрып, осы күзде бардым осы. Күзде бардым, көрдім, қайттым. Подаркаларын апарып бердім, иә. Сіз ешкім тас бауыр жат емеспін. Мен көрмесем, мен бала шағам інімді көріп тұрады. Есепте тұрасыз ба? Жоқ. Біліміңіз қай жерде бітірдім дедіңіз, ең бірінші? Алматы институтта тұрам, военный институтта оқыдым. Военный институт сухопутных войск. Соны бітірдіңіз ба? Команда артиллерийский войск деген. Соны аяқтадыңыз ба? Аяқтадым. Әскери болсаңыз, қазақша айтқанда, орысша айтқанда четко ясно? Четко ясно, мен военный институт сухопутных войскты бітірдім 2006 жылы. Содан кейін 2006 жылы Аягөзге түстім. Аягөзде 3 жыл болдым, одан кейін Шаралға түстім. Одан ол жерде 3 жыл болдым. Егер ол іске қатысты болса, бәрін айтып кете берейін. Артиллерист болып қызмет еттім. Соңғы должностым командир роты, командир батарей. Қай жерде? Соңғы должностым Атар қалашығында, әскери қалашығында командир батарей. Өз контрактым біткеннен кейін ешқандай істемес. 2016 жылы бітті. 10 жыл қызмет еттіңіз ба әскерде? Оқумен қосқанда 14 жыл болады. Өйткені қызметке керек oldu. Жоқ, былай. Иә, офицер болып 10 жыл болды. Неге контрактыңыз созбадыңыз? Әскери болғыңыз келмеді ме? Енді оған қазір мынаның бәрін айнап жинасаңыз, өзіңіз жауап таба аласыз деп ойлаймын. Саяси көзқарасыңызға байланысты кетіп қалдыңыз ба? Ол да бар біріншіден. Екіншіден біздің әскери техника ешқашан жаңармайды. Ескі 70-80 жылға Афганистаннан келген техника, әлі сол техника, КамАЗдар жаңартып қояды, шіріп кеткен барлығы, орыстан әкеп, сасып кеткен. Яғни тағы оның бәлем 60 миллион, 70 миллионға бар орыстың техникасын мойныма әкеп, іліп қойған, непонятно. Ал банады бір техника кетсе, алып өзіміз краскілеміз, Майкеев деген генерал бар, келетті техникаға, бензин, нелер бөлінбейді,
ешқандай краска бөлінбейді. Барамыз айлықтан барып өзіміз краска сатып әкеліп өзіміз краскілейміз. Өзіміз еще ана солдаттармен, мен өз айлығымнан жинайтын болсам, басқа офицерлер барып солдаттардан жинап жүреді. Сондай бәрін көргім келмеді. Офицерлердің бәрі керек кезінде заң, устав деп шығады, а керек емес кезінде мысалы үшін шығады былайынан. По бардаку. Командир всегда прав деген сияқты. Сондай нәрселерді көрген соң, бүкіл анау Назарбаевский системаның бәрін жек көре бастағанмын мен. Содан кейін бар, кетіп қалдым. Азынан кешке шейін үй көрмейсің, жер көрмейсің, үйленуге возможность жоқ, үй көруге жағдай жоқ. Не бар? Алтын жағып қойса да тұрғысы келмейді ешкім. Сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында жаңағы әртүрлі сот сараптама тағайындалды және сот сараптама қорытындыларымен сіздер таныс болдыңыздар. Аталған сот сараптама қорытындыларымен сіз келісесіз ба? Қорытындыларымен? Что, мен псих емеспін деген сияқты ма? Не? Әртүрлі. Например? Мысалға келетін болсақ, атап өтіңіз. 552 сарапшы қорытындысы бойынша Атап айтыңыз. Зерттеуге берілген Андреева Төреқұлы және Қонар сөздеріне билікті басып болуға шақыру, сол сияқты билікті күштеп өзгертуге бағытталған нағылық компоненттер бар. Зерттеуге берілген Төреқұл және басқалардың сөздерінде қандай да күштеу және зорлық-зомбылық әрекеттерін итермелеу белгілері, оны талқылау компоненттері бар делінген. Мысалға алғанда осы сияқты және басқа да саясаттанушылардың сот психофилологиялық сараптама қорытындылары бар. Сол қорытындылармен мысалға сіз таныстырды, сіз сол қорытындымен сіз келістіңіз ба? Мен ол қорытындылардың ешқайсысымен келіскім келмейді, өйткені отношение маған, например, көп жаңағыдай ауыспалы түрлер болмағанмен, менің именно қажет, дұрыс әңгіме айтқан жерлердің кейбір естілмейді, две точки деп кеткенде, мен сол сөздер үшін келіскім келмейді. Ал отношение мен Бағдагүлге мен танитын. Қонарға айтылған сөздердің ауыстырмалы әңгімелер, тықпалы сөздердің барын біліп отырып, мен ол сот сараптамалы жаңағы келіскім келмейді ол нәрсемен. Өйткені мен ол нәрсеге келісе алмайды екенмін, сол кісілердің қарап отырған әңгімесімен. Мен өзім де қарап шықтым көп жерде Тоңғатарова мен Андрееваның сөзін шатыстырып жүрген. Дұрыс емес. Сіз таныстыңыз, сол егер сіз келіспей жағдайда өтініш білдірдіңіз ба? Жаңағы сараптама. Мен өтініш білдіруге уақыт тапқан жоқпын. Мен оны қалай уақыт табам, өйткені сразу танысып до конца таныспай жатып сотқа келіп, сотта танысасыңдар деп, өйткені бұл следственный сот таныстырып сендерге деген әңгіме болды. Сондықтан осы жерде танысып отырмыз бірге. Өтінішті енді береміз, бірге жазылып коллективно. Общий қол қоя саламыз бұл. Мақұлдап қойды. Бейлі, ең әділ соттардың бірі сізсіз мен көрген. Мен ойымша. Бір рет бардыңыз, жаңағы картошка метті сынақтаныз дұрыс па? Ал өзіңіз ол картошка метті жасаған емессіз. Мен ұстаған емеспін оны. Ұстағанда анау ең соңғы. Жасаған жоқпын қолды. Жасаған. Күлжахан 2 сағат сөйлесін тоқтамай, ол әскери. Сот мырза, мен оны тек YouTube'дан көрдім, қалай болып жатқанын. Қалай жасалатын, интерес қырып көрдім. Одан кейін барып жасалған былай жасалғаннан кейін анау жолда кетіп барады, анау Тоңғатарова не қылған соң есіме түсірген, бұрын есіме түсіргендерін қарап, YouTube'дан қарап, қайтадан жинадық болды. Өзіңіз жасаған? Жоқ. Ол кім жасады? Білмеймін, кім жасаған. Ал енді анау атуға алып тұрған кезде кімдікі екенін жасадың? Жоқ. Мен жасадым, сен мынау дұрыс емес қой, былай жасау керек еді деп әңгіме айтады, сол жерде айтып жатыр бәрі. Жоқ, мен білмеймін. Шынымды айтсам ауырып жүргенмін. Шынымды айтсам білмеймін. Онда не үшін бардыңыз, басыңыз істемейді болса? Тоңғатарованың көңілін қимай бардым деймін сізге. Бағдагүлді көру үшін бардым, бір күн демалыс болды. Мен сол демалыста әйтеуір семьям болмаса да семья құрайын деп жүрген адамдарымды көруге бардым, пожалуйста. Демалып қайтуға бардым. Ол кезде бірге тұрушы едіңіз? Жоқ, ол кезде бірге тұрмайтынбыз.
Одан басқа ешқандай айтылмайын демайсыз. Түсіндім ғой барлығын да. Сіздің әрекетіңізге ешқандай заң бұзушылық. Енді қараңыз, судья мырза. Қараңыз. Мен сізге қазір мына жерде мен ойлаймын ше, дұрыс андай не қылып жасап айтып бердім деп ойлаймын да. Ота бәрін айналдырып, шынымен анау не натуральный дейді ғой, не в этом там, не бумажный там, не этот логически вам довел, что я действую. Мен сізге оны мойындасам да, мойындамасам да, мынау егер сіз мынаған сүйенетін болсаңыз, бізді қорғап тұр ғой мынау. Мейлі мойындай салайын сіздің көңіліңізбен. Одан не пайда? Сіз осыған сүйенетін шығарсыз кішкене, иә. Мен мойындай салайын, мақұл, сіздің көңіліңіз үшін любой 272 мойындай салайын, мақұл. Сіз сонда мойындады екен деп үлгермейсіз ғой, сіз маған сүйенесіз ғой. Иә. Сол үшін мен мойындағым не, мойындамадым не. Мен сізден сұрадым, сіздің қылмыстың белгісі бар ма, жоқ па, қалай ойлайсыз? Жай қарапайым сөз ғана, кухня, разговор, подружки, әңгімелер, жай просто. Елге шау шапқан кезде не істейміз деген әңгімелер болды. Бос сөз болатын. Иә, бос сөз әңгімелер. Енді мына Айдосқа да айтып қояйын, бір бола ма, бір рет айтайыншы, мен подельнигім ғой. Бір сөз айтайыншы Айдосқа. Айдос, мынау семерка ғой, великолепный семерка, көріп тұрсың ғой? Мынау бүкіл анау Мститель деген киноны қарашы, сол сияқты Мститель дегенбіз біз. Сен Болат Назарбаевты өлтірді деген сөз болса, ол сен ойлай бер сен деп. Сен әлде де, если КМБ-да қысымға түсіп, не алса 112 баптың бірінші, үшінші тармақтарын обязательно қолданып, сен біздің қатарымызға қайтып қосылып, сен ешкім өлтіріп қоймайды. Анда бақсанда өлтіріп қоймайды, бәріміз көріп тұр ғой. Соттайды, мен де осыдан 2 жыл алдым соттап, 15 күнге, ақырында 2 тәуліктен кейін шығып кетті. Ол Алла тағаланың сотынан қорқайық. Шындықты айтсайшы, ақиқат. Қорыққан бай. Аллахтан қорқ. Аумин. Осының жауабын аяқталды. Мен соң қойды дейін. Қосылсын деп тілеп қойын, алмаймын. Онда келесі аптаға жақсы болды. Мені қарап түсіріп қоя берсеңіз болады, анда кетпеңіз. Сағат 10-да одан басқа адвокаттар 11 күні ол кетер бейсенбі күні. 12-сі күні қойсыз қойдыңыз ғой. 12-сіне қойдыңыз, я 11. Кешіресіз, мен біз жазып қойдық өзімізге. 12-сі дедіңіз, мен жұмаға қоймай-ақ қойыңыз деп едім. Онда 10 күні және 12-сі күні. Естеңіз. Болатта 11 күн. Солай ма? 12 күн таңғы 10-да. Таңғы 10-да. Неге 12-сіне қойдыңыз? Басында 11 деді, сосын келесі күні 12 деп жазды. Сол сіздер үшін біз 12-сіне қойдық қойдық күнде. Әйтпесе 11 дұрыс деп отырғанбыз бәріміз. Мына кісілер Болатовта 11 деп еді. Иә. Енді Болатовқа қойдым деп қойды. 12-сіне қойып, онда 11-не қойып. Қазір бұлай, мен онымен қосымша анықтаймын. 11 күні де, 12 күні де, екеуінде де қатысастығы қайсысы болса да. Жетті ғой, оға дейін де сіздерге жаңағы Болатовта болатын әкімшілікке байланыс болатын екеуінің біреуі. 11-і әлде 12 күнге қосымша тағайындалды. Бірақ сол күндерге ешқандай құрметті 11 күні Наурызбай соты сағат 10-ға 3-ке тағайындап қойған болады. Одан шыға алмайды. Мен қосымша айтамын. Мен қосымша айтамын. Түсті ғой? Ол жаңағы 11-і 12 күні болатын қосымша айтамын.
Бүгінгі сот аяқталды.